Бағалар қатты өсіп кетті. Апта сайын өсіп жатыр, негізі көтеріліп жатыр бағалар. Себепке болғанда өткенде жаңа доллар көтерілді. Оның үстіне жаңағыдай границадан өту қиын болып жатыр. Сондай жағдайлармен. Енді тамақ қой бәрібір керек, бірақ айтады пікірлерін. Недовольный, жаңағыдай. Қиын ғой енді мынандай бағамен бала шағаны асырау. Да, в данный момент высокий очень рост цен на продукцию, то есть на реализацию самой даже продукции, если брать в среднем где-то 100-200 тенге. Например, взять, если курицу, там примерно 100-200 тенге разница подорожания. И также на всю продукцию. Также и на крупы, и на сладости, и на яйца. Колбасы тоже все подорожали. И молочная продукция тоже. Все подорожало абсолютно. И иногда неудобно перед покупателем, потому что и так дорого было, а сейчас еще больше. Знаете, я не знаю, с чем связано. Возможно, либо сейчас или ураза, либо пост, я не знаю из-за чего, либо из-за роста цен. Конечно, намного уменьшилось. Салаты, они основаны на продуктах привозных, как спаржа, кораллы и тому и подобное. Поэтому, естественно, идет подорожание небольшое. Но моя хозяйка, она старается удержать цены. Цены у нас на холодильнике фиксированы, поэтому каждый покупатель может увидеть, что он покупает за какую сумму. Негізінде бәрі бір қалыпта, ол Украина мен Россияның соғысынан кесірінен доллар қымбаттады. Доллардың кесірінен біраз тауарлар қымбаттағаны рас, қазіргі таңда бәрі түсіп жатыр. Өз орнында бәрі. Алмалар өзіміздің шағын базарынан келеді, ойыққа Алматыдан келеді, Қырғызстан, Өзбекстан, сояқтан. Цена у нас не меняется. Вот как была у нас до Нового года, такая же цена у нас и осталась. Да, полностью продукция у нас казахстанская. Полностью своя наша местная, акмолинская получается. Барлық азық-түліктер өте қымбат бағада болып кетті. Қолжетімсіз бағада. Бізге қиын, например. Мысалы, вот кеше мен нанды 130 теңге деп көрген, бүгін қарасақ 135 теңгеге көтерілген. Күн сайын қымбаттап жатыр, қанттың бағасы да, нанның бағасы да, күнделікті қолданып жүрген азық-түліктеріміз тоже өте қымбат бағада сатылып жатыр. Ал жалақы мәселесі керісінше төмен. Практически все подорожало. Допустим, для пенсионеров вот обычно индексацию проводили из-за инфляции. А вот в этом месяце, допустим, разговаривала с пенсионерами, они жалуются на то, что в данный момент никакой индексации не было, насколько я знаю. Ну и хлеб, естественно. Для большинства даже уже те, кто не получает зарплату или живет на социальные пособия, для них даже купить хлеб тяжело. Если раньше такая буханка хлеб где-то 50 тенге стоила, то сейчас она уже 100 с чем-то стоит. А в семье, где большие, много детей, естественно, это бьет по бюджету, по карману. Қалай күн көреміз? Ештеңе қосылып жатқан жоқ, қосылған не жарылмаған бір ақша қосылады, оған барлығы қымбат, түк аламайсың ғой. 5-10 теңгеге не келеді? Түк те келмейді. Қымбатшылықты тоқтататын бір не бар ма, шара бар ма деймін да? Жоқ, шара жоқ болған. Барлық тамақтың бәрі қымбат қой, айналайын қазір бір 10 мың теңгемен балсақ, түк тамайсың оған, 1 кило кәмпит аласың. Енді міне ұнның тапшылығы болады деп жатыр, оған білмейді екенбіз ғой, қалай болады ол.